Мамандық таңдау өмірдегі күрделі шешімдердің бірі. Әрбір мамандықтың өзіне сай қиыншылығы мен ауыртпалығы болады. Соның ішінде ұстаз болу менің арманым. Бұл мамандықты таңдауыма үлес қосқан еңбек ерен ұстаздарым бар. Менің алғашқы ұстазым бастауыш сыныптан білім мен тәрбие беріп, болашақ мамандық таңдауыма түрткі болды. Шындығында мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін абзал жандар. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы. Ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ. Ғалым да, батыр да, ақын да, жұмысшы да, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі ана тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Шәкірті өзінен озған ұстаз, еңбегі ақталған ұстаз. Өйткені өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған шәкірт тәрбиелейтін шебер ұстаз, үздіксіз ізденісте болып, қоғам сұранысына сай, білімді, шығармашыл, өзін-өзі дамытып жетілдіре алатын болуы қажет деп ойлаймын. Мен ұстаздықтың ауыр жүгін арқалауды өз жүрегімнің қалауымен таңдадым. Сондықтан мамандығым мақтанышым. Болашақ ұстаз ретіндегі негізгі ұстанымым баланы тұлға деп тану, оның пікірімен санасу, оқушының кішкентай қуанышын, табысын бағалай білу. Мен жақсы қасиеттерді бойыма сіңірген, жақсыдан тәлім тәрбие үйренген, бала жанын түсініп, өз пәнін сүйе білетін, заман талабына сай жаңашыл мұғалім болуды мақсат еттім. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, болашақта өз шәкірттерімді қалықтап ұшар қырандары мен еңселі елдің ертеңгі білімді ұрпақтары етіп тәрбиелегім келеді.